Сара Алпысқызы Назарбаева 1941 жылы 12 ақпанда Қызылжар ауылы Бұқар-Жырау ауданы Қарағанды облысында дүниеге келген. Қазақстанның қоғам қайраткері. Қазақстан тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың зайыбы, білімі жоғары, мамандығы инженер-экономист. Сара Алпысқызы Бөбек қайырымдылық қорының негізін қалаушы. Қор көмекке зәру, панасыз балаларды өз қамқорлығына алып, өскелең ұрпақтың рухани адамгершілік тұрғысында білім алып тәрбиеленуіне мән береді. Қазақстанның бірінші ханымының бастамасымен елімізде жетім балаларды қорғау туралы заң қабылданды. Осының нәтижесінде республиканың барлық өңірінде жетім балалар үшін отбасылық үлгідегі балалар қалашықтары қойылды және Сара Алпысқызы республикамыздағы колледждер мен жоғары оқу орындарында білім алып жүрген жетім балалардың жағдайларын ерекше назар ұстап келеді. Сара Алпысқызы осындай жастарға ай сайын Бөбек қоры арқылы қайырымдылық көмек көрсетеді. Өзіңді өзің таны атты балаларға рухани адамгершілік, білім беру және тәрбие беру идеясының авторы болып табылады. Сара Алпысқызының осы шараларының арқасында көптеген балалар білім мен тәрбие алып жатыр. Және біз осындай болашақ үшін Сара Алпысқызына бас иіп, алғысымызды білдіреміз.